Ассалаумағалейкум достар. Кеше ғана кешке Асу Алмабаевтың келесі жекпе-жегі жайлы анонс шықты. Бүгін сол жекпе-жекті талқылап көрейік, себеп салдарында талқылап көрейік. Бастамас бұрын әрине менің арнама қош келдіңіздер деймін. Арнаға жазыла отырыңыздар, өз пікірлеріңізді жазыңыздар, лүпілдетті ұмытпаңыздар. Одан бөлек менің әлеуметтік желілеріме шақырам, әсіресе Telegram арнама қош келдіңіздер. Дәл осы видеоның астында сілтеме қалдырам. Ол жақта жиірек қысқаша кейбір жекпе-жектерге, жалпы төбелес әлемде болып жатқан жаңалықтарға комментарий беріп отырамын. Ал Алмабаевтың жекпе-жегіне келетін болсақ, Морено дегенді естігенде таңғалып қалдық, шыны керек, бірақ бір жағынан бұл бір заңдылық деп те қабылдадым. Біріншіден, бұл жекпе-жек қалай пайда болды деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Менің ойымша жауап көрініп ақ тұр. Өйткені Мексикада алда турнир 2026 жылы, сол турнирдің бас жекпе-жегі болады, қателеспесем. Әзірше Топологи Шердок бізге солай көрсетіп тұр, бұл мейн ивент деп көрсетіп тұр. Және жалпы бұл жекпе-жекті талқыламас бұрын бірден айтып кетейік, әзірше бұл болжам емес. Болжамды біз жекпе-жек аптасында, яғни Fight Week'те тағы да жасайтын боламыз. Ол кезде кішкене егжей-тегжей жекпе-жектерін қарап, техникалық бір элементтерді қарап барып қана болжам жасайтын боламыз. Қазір жалпы бұл жекпе-жектің боларысы жайлы. Main event дейді. Енді матчмейкердің позициясынан қараңыздар. Басшылық дейсіз ғой. Main event дейді. Моренодан асқан жұлдыз әзірше және қолы бос, тұрақты түрде жекпе-жектер өткізіп тұратын Морено сияқты жұлдыз Мексикадан жоқ. Жалпы 3 чемпион шыққан ол жақтан. Морено бұл ең бірінші чемпион. Ол кішкене орны бөлек, бұған деген көзқарас Мексика жанкүйерлерінде ерекше. Соңғы 323 турнирде Мореноға реакция қандай болған көрген боласыздар, иә, Тацуро Тайраға қарсы жекпе-жекте. Main event керек. Main event дейді. Морено бар, Морено келісімін береді. Иә, мен 2,5 айдан кейін дайын болам, болды, кеттік. Одан кейін матчмейкер не істейді? Мына жігітке енді лайықты қарсылас керек. Ең бір қарапайым дүние, мен қазір рейтингті өзімді ашып қойдым. Рейтингті ашып қарайсыздар. Рейтингте бізде чемпион Ван, Пантожа бірінші орында тұр, жарақаты бар, үлгермейді. Брэндон Ройвелға қарсы төбелескен, жекпе-жек сплиттен аяқталды. Ройвел ұтты 2024 жылы. Тайраға жаңадан ұтылды, міне қазір тізбектеп келе жатырмыз. Бірден 3-ші орынға дейін келдік. 4-ші орында Мореноның өзі тұр. Амир Альбазиге қарсы жекпе-жек өткізген, оған қоса енді рематчтың қатты бір қажеті жоқ. Және оған қоса Альбазидің жалпы статусы белгісіз қазір. Соңғы жекпе-жегін Альбази осы Мореноға қарсы өткізіп ұтылған болатын. 5-ші орында Мануэль Капе алдағы демалыс күндері Ройвелға қарсы жекпе-жек өткізеді. 7-ші орында Асу Алмабаев. Асу Алмабаев бос. Асу Алмабаев бұл ешқашан бас тартпайтын адам жекпе-жектерден. Асу Алмабаев осы жылы міне дәл осы Морено қарсы жекпе-жек, бұл біздің уақытпен таңғы наурыздың 1-і болады. Сол наурыздың 1-біріне алғанда, былайша айтқанда, 1 жылдың ішінде 4 жекпе-жек өткізген адам, яғни орташа есеппен 3 айда 1 рет октагонға шығатын жігіт. Енді бұндай үлкен жекпе-жектерді және бұндай жұлдыздарды UFC жайдан жай бере бермейді. Кім көргенге бермейді, бұны ұмытпау керек. Асуды былай қарасаң, енді сондай бір қалталы үлкен аудитория жоқ. Бұл Еуропа, Аустралияның, бір Қытайдың тіпті болмаса бір спортшысы емес. Бұл енді нарықпен есептейтін болсақ, Америка үшін өте кішкентай нарық, қатты ақша келмейтін нарық. Оған қоса бұны да мойындай отырайық, Асудың стилі сондай бір көрерменнің көзін тартатын, көзін арбау болатын стиль емес, нокауттарды батырлатып құлатпайды деген сияқты. Бірақ Асуда не бар? Матчмейкер жақсы көретін. Бұл тұрақтылық бар, әрі Асу ешқашан жекпе-жектерден бас тартпайды. Және Асудың кесірінен жекпе-жектер болмай қалды дегенде біз естіген жоқпыз ешқашан. Және тұрақты түрде кімді береді, соған қарсы шығып, бірде сүрініп әйтеуір, бірақ әлі де топ 10-да міне топ 5-ке кіретін жігіт. Міне сондай факторларды ескере отыра, қатты одан басқа бір варианттар болмағандықтан менің ойымша Асуға беріп отыр. Және Асу бұл жекпе-жекке лайықты, бұл енді үлкен мүмкіншілік.
КП-ге қарсы толықтай енді басқа лагерьге дайындалды. Ол жерде Эрцег болды, одан кейін бразилиялық болды. Ондай себептерді аңғаруға болады. КП кішкене денелі, ірі, әрі бабының бір шарықтаған шағында әлі де келе жатыр. Ал Морено енді КП-ден статусы жоғары жігіт, бір жағынан алып қарасаңыздар. Бірақ бір жағынан Морenoны ұтуға болады. Өйткені ол анау айтқандай ірі емес, біріншіден. Екіншіден, енді қазір дөп басып айту қиын. Енді бір жағынан алып қарасаңыздар, екеуінің жас айырмашылығы 1 жыл. Морено 1 жасқа үлкен Асудан. Бірақ бастан өткен жекпе-жектерін, алған зақым, соның барлығын ескеретін болсақ, екеуінің жас айырмашылығы бір 5-6 жылға дейін созылып кетуі мүмкін. Сондай факторларды ескерейік. Сосын өте маңызды дүние бұл, әсіресе Мореноның деңгейіндегі спортшылар, бұл қазір міне желтоқсан айының басында жекпе-жек өткізді. 3 айға жеткізбей келесі жекпе-жекке шығу керек. Демек, ол қазірден бастап міне техникалық нокаутпен мансабында бірінші рет мерзімнен бұрын ұтылды айтпақшы. Морено 9 жеңілісі бар, 8-і төрешілердің шешімімен болған. Бұрын бірде-бір адам қылқындыру техникалық нокаутпен ұтпаған. Тайраға қарсы екінші раундта техникалық нокаут тіркелді. Бұл да бір белгі деп қабылдайық. Енді қараңыздар, екі жекпе-жектің арасы 2,5 ай. Оған апарып сен 2 айлық лагерьді қыстыруың керек. Техникалық нокауттан кейін қайрадан қалпыңа келуің керек. Тіпті бір бабының бір төмендеп кеткен деңгейінде де болмаса да, Асу қазір өте күшті бір сәтті ұстап алып отырды. Өйткені Морено ұтса, онда топ 5-ке есік ашылады. Ар жағында енді барлығы да тағы да Асудың қолында. Дивизион қалай өзгереді, соған байланысты. Тағы бір қарсылас ұтып алса, онда бұл толықтай титулға лайықты үміткер деуге болады. Морено не істейді? Морено қаңтар, желтоқсан дайындық үстінде өткізеді, толықтай қалпына келе алмайды. Сосын мынадай дүниені ескерейік, бұл мейн ивент болса, бұл бізде 5 раундтық жекпе-жек. Асуға қарсы не ойнайды бұл жерде? Мексиканың астанасы. Бұл қазір теңіз деңгейінен қанша екенін есімде жоқ, шынымды айтсам, бірақ өте жоғары орналасқан қала. Бұл да өте маңызды дүние. Енді ондай нәрселерді Асу біледі. Мексикаға сол өткендегі Қатарға сияқты 2-3 апта бұрын келуі мүмкін, ондай нәрселер бар. Асуға қарсы ең бір басты проблема осы деп ойлаймын. Ал негізінен маған ұнап тұрғаны осы бір ортада ұстап алуы Мореноны. Қазір толықтай қалпына келе алмай, UFC-ге бір қол ұшын берейін деп, турнирді құтқарып қалайын деп, бұл жекпе-жекте қабылдаса, Асу үшін тамаша бір мүмкіншілік болып тұр. Бұл шынымен де енді Алмабаевтың мансабындағы ең үлкен жеңіс болады. Ұтып жатса әрине, әлі де талқылаймыз техникалық аспектілерді, бірақ дәл қазір айтып отырғаным, әзірше бұл Асу үшін бар варианттарды тізбектеп алып қарайтын болсақ, ең жақсы мүмкіншілік. Өйткені тізбек бойынша қазір Пантожа жарақатына кетті, топтардан басқа ешкімді ала алмайды. Ван қазір Тайраға қарсы қорғайтын болар, Ройвелмен КП мына жақта қырылып жатыр. Альбазидің болашағы белгісіз, әзірше 1 жылдан астам төбелеспей кетті. Моренодан басқа ешкім жоқ. Көрдіңіздер ме? Енді егер Морено қазір бас тартып жатса, онда Асуға өзінен төмен біреулермен төбелесуі керек еді. Ал мына жерде шынымен де бұрынғы чемпион, 2 мәрте чемпион болған спортшыны ұтқан, сондықтан бұл өте үлкен мүмкіншілік. Бұл шынымен де Асудың мынаған назар аудару керек. Бұл жекпе-жекті ұтса, бұл ұзақ уақыт жұмыс істейтін нәрсе болады. Өйткені мәселе ол тек қана титулда емес, бұндай жекпе-жектерді ұтқан кезде спортшы топ деңгейден элитаға жақындай түседі. Яғни бізде жалпы спортта сондай түсінік бар, топ бар, элита бар, ортаңқол, жорнимен деген сияқты әрі қарай мешоктарына дейін кете береді. Асу бізде топ. Бұған ешкім күмән келтірмейді. Бұл топ 15-ке қалай кірді? Сол кірген беттен шыққан жоқ әлі де. Бірде түседі, бірде көтеріледі, бірақ қазір топ 10-да, топ 5-тің есігін жағалап жүрген адам. Мына жекпе-жекті ұтса, бұл топ 5, және бұл шынымен де енді чемпион жеңген адам, әлде бабы түспеген адам, бұл шынымен де элитаға айналады. Өйткені Тацуро Тайраға қазір көзқарас қандай, Ван сияқты жігіттермен қатарласады. Ары қарай енді матчмейкингке байланысты, дивизион қалай дамиды соған байланысты, бірақ байқасаңыздар, дивизион қатты өзгеріп жатыр. Ван, Морено, Ройвел деген кәрілер демей қойық, бірақ жасы келіп қалған, бұл салмақ үшін әсіресе жасы келіп қалған спортшылар
көп жекпе-жектер өткізген, көп жекпе-жектерде зақым алған спортшылар біртіндеп орынды босатып жатыр. Солардың орнына Ван Тацурлар келіп жатыр. Иә, олар жас әлдеқайда Асуға қарағанда, бірақ Асудың сондай бір көп жекпе-жектерде зақым алмаған ескеретін болсақ, спорттық тұрғыдан әлі де жас деуге болады. Міне, осы жігіттермен қатарласады. Яғни дивизионның 57 келінің элитасына кіреді. Топ 5-іне кіреді, элитасына кіреді. Ары қарай енді Асу үшін менің ойымша тек қана бір үлкен жекпе-жектер болады. Яғни чемпиондықтың маңайында, не болмаса мысалы Тайра сияқты жақсы келе жатқан жұлдызды бір проспекттерге қарсы жекпе-жектер болады. Сондықтан бұл жерде Асу енді мүлт кетпеу керек. Енді жекпе-жек қарсаңында тағы да айтып отырайын, техникалық аспектілерді талқылаймыз. Әзірше біз былайша айтқанда кішкене саяси бір аспектілерін талқылап көрдік. Бұл жекпе-жек жалпы не үшін пайда болды, қалай пайда болды деген сияқты. Ең басты себеп менің ойымша Мехикодағы турнирге мейн-ивент керек болды. Мейн-ивент өте маңызды. Мансабындағы Асудың екінші мейн-ивент, басты жекпе-жек қарсыласының территориясына барып байқасады. Бұндай нәрселердің барлығын енді чемпиондық жекпе-жекке қол жеткізер алдында бастан өткеру керек. Ешкім ұшып кетпесе, біз тамаша жекпе-жек көретін боламыз. Және тағы да бір өзгеріс болып жатқан нәрсе, өзгертіп жатқан біздің жігіттер бұл ораза кезіндегі жекпе-жектерді қабылдау. Өйткені матчмейкингке бұл шыны керек қатты ұнамайтын нәрсе негізі. Өйткені білдей бір бөлік, UFC-дің бөлігі дейік, өйткені мұсылмандар көп төбелеседі ол жақта. Ресейден болсын, араб елдерінен қазір шығып жатқан, Африкадан шығып жатқандар бар, біздің жақтан шығып жатқандар бар. Олардың барлығы бір ай оразадан бөлек қалпына келуі бар, қайран лагерге кіруі бар, 2-3 ай шығып кетіп жатады кәдімгі ростерден. Міне көріңіздер, енді бұны моральды жағын өздерің шешесіздер, кімге қалай екен, бірақ бұл факт. Әлібедіріс қазір ораза басталғасын бір аптадан кейін төбелеседі. Оразаның дәл ортасында Асу Алмабаев октагонға шығатын болады. Бұл да бір өте қызықты тенденция, құбылыс болып көрінеді. Менің ойымша Шавкат Рахмонов та дәл осы ораза айында төбелесіп қалуы мүмкін. Сәл шашыраңқы болса да Алмабаев Морено жекпе-жегіне қатысты пікірім осы. Fight Week кезінде техникалық талдау болады. Әзірше осы, өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл жекпе-жекке реакцияларыңыз қандай болды? Жалпы қалай ойлайсыздар? Асу бұл жерде фаворит па, әлде андердог па? Қош келдіңіздер. Пікірлеріңізді жазыңыздар, аямай.